Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді болып шығадыған, қамырдан жасалған асып рецептін білен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдымен күрішімізді жақсылап жуып тазалап, қазанымызға салып, үстіне шым-шым тұзымызды, азырақ майымызды қойып, астын жай отта газға қойып бұқтырып қоямыз. Ол арада біз қамыр дайындауға түсеміз. Қамырына мен бір жұмыртқа, тұз, азырақ май салып, сосын керегінше ұнымызды салып, қамырымызды елеп, зывалаларға бөліп, аударып қойдым, тынып тұру үшін. Ал енді салмасына бастаймыз. Салмасына пиязымызды жақсылап турап, ұсақтап, етімізді тураймыз, сосын құйрық майымызды да турап, салмасына дайындаймыз. Бұл арада біздің күрішіміз пісіп қалады. Ол күрішімізді алып, басқа ыдысқа салып, суытуға қойып қоямыз. Масалықтарымызды дайындап болғаннан соң, күрішіміздің үстіне пиязымызды, етімізді, сосын үстіне керегінше өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай тұз, бұрыштарыңызды салып, дәмін реттеп аламыз. Мен зіре, тұз, бұрыш, кептірілген укропымды салып, жақсылап араластырып алдым. Енді қамырымызды жақсылап жайып, 4 бүршек мантының қамырлары сияқты кесіп аламыз. Сосын оған салмамызды салып, конверт сияқты ораймыз. Бұл арада біз мантаваркамызға суымызды қойып, газымызға қойып қоямыз. Мантаваркаларымызды майлап, қамыр астеріміздің арасын жақсылап майлап, сосын еске тереміз. Сонда қамырлар бір-біріне тиіп жабысып қалмастығы үшін. Міне біздің суларымыз қайнап дайын тұр. Үстіне мантаваркамызды қойып, жақсылап 40 минут көлемінде жоғары отта пісіріп аламыз. Асыбымыз дайын. Легенімізге салып, ортасына икра айрандарыңызды қойып, беймарал дастарханға тартсаңыздар болады. Ас болсын.